Иә, бір жылдай болды видео түсірмегелі. Қалай бастарымды да білмеймін. Бірақ все-таки бастау керек. Иә, достар, көптерің мені ұмытқан шығарсыңдар. Менің атым Начо. FIFA жайлы түсіретін блогермін. Бір жыл болды енді FIFA түсірмегелі. Бір жыл бойы не істедім? Бір жыл бойы енді НТ-ға дайындалдық. НТ-ға дайындалдық өте қиын болды. Сондықтан біз НТ-ға көбінесе внимание уделять еттім өзім. Я, достар, енді менде YouTube-ға уақыт уделять ету үшін вообще уақытта болған жоқ. Өйткені бізде 11-ші сынып өте қиын НТ-да келе жатыр деп басынан бастап бізге мұғалімдер айтқан. Сондықтан мен сентябрьді баста салып, мен қосымшаға жазылған болатым. Сондықтан біз таңертең түске дейін оқимыз, мектепті, обычный мектепті оқимыз. Сосын түстен кейін мен қосымшаға барам, қосымша өзі кешкі 7-ге дейін болады. Сосын мен үйге қайтам шаршап, соғыстан сразу мен ұйықтап қалам. Өйткені вообще шаршап кетесің ғой, ары қарай уақыт қалмай қалады видео түсіргенге. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймын. Вообще уақыт болмай қалды. Солай бізде каждый день осылай түске дейін сабақ, түстен кейін қосымша каждый день осылай өтті. Осылай бізде бір жыл өтіп кетті уже, ойласаңыздаршы, достар. Енді қазір өзім все-таки универға түстім. Қазір мен бірінші курстың студентімін. Казсу деген университеттің, білмесеңіз Google-ға жазып кетіңіз, сол кезде көретін боласыздар, Начо осындай университетте оқиды деп. Енді мен YouTube-тан түсірмей кеткен кезде менің подписчиктерім маған жаза бастады, ВК-дан, даже Instagram-нан жаза жатыр. Начо, қашан видео, неге YouTube-ты тастап кеттің деп, қашан ораласың деп жазды. Каждый подписчик соған көп рахмет, достар, сондай поддержка беріп атқандарыңызға. Енді сол әрбір сообщение сіздердің маған намысты ойнатқызды. Неге тастап кеттім деп өзім ойлана бастадым. Каждый күн де ой қойын енді. Каждый 7 сайын YouTube түсірейін ба деп ойлап қалам, каждый неделя сайын. Енді осы бірінші курс басталды, енді Начо оралатын болады. Каждый неделяда 2 видеодан гарантировать етейін. Өткен жол сіздерді алда қойдым, Начо оралды. Сөйлесу видеосында ол жерде мен айтқым сіздерге дизлайк бір видео деп. Енді достар, енді шама жеткенше дейін каждый неделя сіздерді 2 видеомен қуантатын болам, достар. Енді FIFA 20 шыққан кезде ойлағанбыз Алиш, Бас, FIFA трио болып вообще YouTube'да шулатамыз деп ойлағанбыз, по идее. Бірақ мен бастадым, маған FIFA 20 ұнамайды деп. Сондықтан қасымдағы балдарда өздері FIFA 20 ұнамай қалды. Сондықтан енді бұйыртса біз FIFA 21-де 17 сентябрьді бізде демо версиясы шығады. 21-дің сол кезде енді өзіміздің күшімізді көрсетеміз. Бұйыртса енді Алла қаласа. Енді ары қарай не сөйлесек болады, достар. Жақында енді Алиш FIFA оралды. Ол кеше ғана өзінің бір видеосын түсірген, уже салып қойды YouTube-ға. Енді келесі күнде мен түсіп тұрмын. Келесі күнде бізде видео шығатын болады. Енді достар, сіздерге неден енді Начо оралды. FIFA 21-де жыртатын боламыз. Жақында, достар, сіздерді әртүрлі контенттермен қуантатын боламын. Тек қана FIFA емес, бұлай 24 сағат бірден кестеу деген әртүрлі контенттермен қуантатын боламын. Сіздер жазып кетіңіздер неме түсірейін, достар. Сіздерге бір ұсынысым бар. Кім шапка немесе аватарка жасай алады YouTube-ға, менің ВК парақшамнан жазып кетіңіздер. Сына жерде ссылкасын қалап кетемін, соған жазып беріңіздер. Соған сол подписчикке үлкен алғысымды білдіремін. Или бір пиар жасап берем ба, бұйырса солай жасаймын. Енді достар, YouTube-ға оралдық, достар. Келесі видеода неме түсірейін, FIFA жайлы күтіп отырсыңдар ма, или басқандай Мадияр Пернебай сияқты бір видеоға түсір жоқ, ол 24 сағат машинада деп. Сондай бірден түсірейін ба,
соны комментарийга жазып кетиңиз, главное. Соны окуп тамашалайтын боламыз. Эми достор, YouTube'га оралган бир жакшы бир ощущение. Енді YouTube'га оралып, YouTube'да шоу атайык. Достар, сіздермен болған мен Начо, каналға тіркеліп, осы видеоға лайк тастаңыздар, барлықтарыңызға сау болыңыздар.